Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тауық аяқтарын қалай мариновка жасау жолын көрсететін боламын. Қызарып, хрустящий болып піседі. Үйде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мариновка жасау үшін бізге ең алдымен кетчуп, майонез, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және чеснок керек. Және де тұз қосуды ұмытпаймыз. Нақты грамын жаза алмаймын, өйткені әрқайсыңызда әртүрлі болады килограммы. Көз өлшеммен осылай қоса беріңіздер. Бірінші кетчуп пен майонезімізді сығып аламыз. Одан кейін үстіне тұз саламыз. Мендегі тұз экстра тұз болғандықтан азғантай ғана салдым. Экстра тұз дегеніміз бұл өте ащы тұз. Сіздер өз қалауларыңызша, өз керегіңізше тұзды сала беріңіздер көптеу етіп. Паприкамызды, қызыл бұрышымызды және қара бұрышымызды саламыз. Чеснокты осылай езіп саламыз. Жақсылап араластырып, бетін шауып, холодильникте 3-4 сағат мариновка толық сіңгенше ұстаймыз. Алдын ала қыздырылған 220 градус печкамызда толық қызарып піскенше пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.